Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге Раисов Адлет, Атырау білімде математика пәні мұғалімі. Сіздермен бүгін мен өзімнің 5 сүйікті құралымен бөлісемін. Вы кидайте оттуда. Шучу. Ең бірінші сүйікті затым ол ноутбук. Ноутбук әрқашанда керек, жұмыспен байланысты, тем более қазір как это называется? Че, заново или че? Бұл ноутбуктың фирмасы MacBook. Таңдағаным MacBook Air соның ішінен. Не үшін Air десеңіздер, ең бірінші себебі видеомонтаж, фотомонтажда қатты қолданбаймын. Сол үшін маған жұмыс үшін MacBook Air жарайды. Слайд дайындаймын, оқушыларға сабақ түсіндіремін. Және де ішінен кесте және басқа да документтерді істеу үшін MacBook Air өте жақсы ноутбук деп ойлаймын. Кино қарамайсың ба? iPad. Екінші сүйікті құралым бұл iPad және Apple Pencil. iPadпен мен ең біріншіден кітап оқимын. Екіншіден мен көптеген жерде заметкаларды істеймін. Үшінші мен параллельно оқып жатырмын. Сол үшін маған барлық дәптер және қаламдарының орнына келеді. Үшінші мен қазіргі уақытта сүйікті затым, сүйікті құралым бұл маска. Қазір пандемияға байланысты барлық кафелер болсын, торговый центрлар болсын, осы маска ешқайсысын кіргізбейді. Бұл біздің Атырау білімнің айтқан кезде заказ қалдырған маскасы. Осы жерде Атырау білім логосы, мына жерде. Осы жерде Атырау білім логосы, мына жерде әр мұғалімнің айтқан кезде никнейм. Келесі сүйікті құралдардың бірі бұл футбольный формалар. Білесіздер, лицейде біз айтқан кезде бос уақыттарда футбол ойнаймыз. Сол үшін айтқан кезде біз форма заказ береміз. Мына форма біз математиктермен Ақтөбеде заказ бергенбіз. Мына форманы біз мен өзім оқушы болған кезде класстармен бірге заказ бергенбіз. Келесі форма мынау мен ең сүйікті формалардың бірі. Бұл мен қазіргі оқушыларым 11-ші А сыныбымен бірге былтыр өзіміз барлығын дизайн істеп, Санжара Беге рахмет істеген формамыз. Және ең бастысы, білесіздер, мен Ақтөбе қаласынан, Ақтөбе командасының былтырғы формасы. Және келесі сүйікті құралдардың бірі ол сағаттың баулары. Білесіздер, мен мен әр жағдайға байланысты әртүрлі бауларды тауға тырсам. Мысалы, мынау бау жүгірген кезде тағамын. Мынау бау классикалық киім киген кезде. Және мына екеуі айтқан кезде күнделікті қолданатын бауларым. Оны тағуы да оңай. Бұл мен 5 сүйікті құралдардың бірі болды. Және сіздердің өздеріңіздің сүйікті құралдарыңызды астағы комментке жазыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.